Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының журналистері, белсенділер, бүгін мына біздер өзіміздің қорғауымыздағы 11 шілде 2023 жылы Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотының үкімімен сотталған атақты журналист, қоғам белсендісі Деужанова Айгерім, сосын қоғам белсендісі Рүлпейісов Қалас, сосын енді қарапайым азаматтар Шилебаев Ермұхамед пен Дәлібаев Нұрлан деген азаматтардың осы Алматы қаласындағы әуежайда болған оқиғаға байланысты, сол қаңтар оқиғасы кезінде, қаңтар кезінде, сол 5-ші қаңтар күні Алматы әуежайында болып, сол жерге жаңағы енді кейін ОДКБ деп айтып жатырмыз, бірақ ол кезде Ресей әскері келіп қонады екен, сол жаңағы бейбіт митингге шыққан халықты басады екен, әскери күшпен деген сөзді естіп, соны қондырмауға, соны жолын алдын алуға барған азаматтарды сол алдын 8 жылдан, артын 4 жылдан соттап жіберді. Енді бұл бізден адвокаттар, біздердің өндірісімізде көптеген қылмыстық істер бар, бірақ соның ішінде бұл қылмыстық істің ерекшелігі бүгін біздер баспасөз мәслихатын өткізуге негізгі себебіміз бұл қылмыстық істе саяси астар бар. Өйткені себебі қаңтар оқиғасы кезінде осындай қоғам белсенділерінің жаңағыдай өз ойын ашық айтатын журналистерді, осыларды осы қаңтар оқиғасы кезінде қатты әділетсіз соттың үкімдері соларға байланысты шығып кетті. Осыған байланысты біз бүгін пресс-конференция өткізіп жатырмыз. Баспасөз мәслихатын. Енді менің апталығында отырған Зәуреш Баталова деген атақты бұрын депутат болған мәслихаттың қоғам қайраткері, енді мына апталығында отырған ол Деужанова Айгерімнің адвокаты Айдарханова, сосын кім қатысып болды? Абзал деген азамат Айдархан Абзал оларға Рүлпейісов Қаласының адвокаты, ол кісі сотта онлайн режимде, кешірісте баспасөз мәслихатына онлайн режимде қатысады, себебі бүгін ол кісінің басқа жерде соты болып жатыр. Енді қысқаша айта кететін болсақ, жаңа мен айтып кеттім, осы Айгерім мен Деужанова Айгерім мен Рүлпейісов Қалас, сосын жаңа Шилебаев пен Дәлібаев, сосын Карменов деген азамат, осы азаматтарды енді осы заң шығарылған соттың үкімі заңсыз деп есептейтін себебіміз біздегі адвокаттар. Осы қылмыстық істі басталғаннан сотқа дейінгі тергеуде біз енді 1 жылдай жүрдік, сосын сотта қатыстық. Енді біздер енді мысалға алдымыз 30 жыл жаңағы заңгерлік стажымыз бар, белгілі адвокаттарымыз, заңды бір кісідей білеміз. Біздер енді егер бұл азаматтардың істерінде қылмыстық құрам болатын болған жағдайда, біз оны айтар едік, мына жерде қылмыстық құрам бар деп. Бірақ енді осы жерде біздің ең сенімді айтатынымыз бұл азаматтардың іс-әрекеттерінде қылмыс құрамы жоқ. Өйткені сол Алматы әуежайына жаңағы 5 күні осы қаңтардағы жаңағы митингге шыққан халықтың, оның ішінде жаңағы кейбір азаматтардың сотталған өздеріңіз білесіздер, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Масимовтың, оның орынбасарларының, сосын жаңағы Назарбаевтың несі сатып алдының, сосын жаңағы газ мекемесінің басшылары, осылардың сотталғандардың барлығы ол білесіздер не үшін екенін. Өйткені осы жерде қаңтар оқиғасындағы оқиғасы кезінде ол бірнеше оқиға орын алды. Ол біріншісі жаңағы халықтың 2 қаңтар күні Жаңаөзен қаласында
басталған бейбіт митингінің Алматыда жалғасын тапты. Яғни халықтың, мысалға көшеге шыққан халықтың 70% ол бейбіт митингге шыққан халықтар. Олар ештеңе білдірген де жоқ, бейбіт митингге шықты. Ал екінші топ болды, олар жаңағы айтып отқандай, осы бейбіт митингіні жаңа қалайда басу үшін, оны халықтың алдында жеккөрініш қылу үшін, сол үшін олар сол бейбіт митингіге қарсы арандату ұйымдастырды. Ол енді оны өздеріңізден білесіздер. Осы үшінші оқиғасы болды, ол жаңағы айтып отқандай, сол бейбіт митингіні арандатушыларды, магазиндерді, дүкендерді тонағандарды, ғимараттарды өртегендерді, сол жаңа әуежайды тонағандарды, соларды басуға тиісті біздің құқық қорғау органдарының қызметкерлері сатқындық жасап, барлық жерде қаруларын тастап, ешқандай жаңағы ғимараттарды мемлекеттік маңызы бар сосын жаңа сауда нүктелерін қорғамай көшеде жаңағы тәртіпсіздіктің орын алуына жол берді. Оны енді біз айта аламыз адвокаттар, өйткені себебі жаңағы айтып отырмын, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Масимов, оның орынбасарлары Оршысын сотталды. Сосын жаңағы сол әуежайдың қорғауға тиісті мекеменің ішкі істер басқармасының сол жердегі өкілі бастығы сотталды. Сосын біздердегі жаңағы сыртқы әскерилердің басшысы сотталды. Көптеген жаңағы мына Көдебаевты білесіздер, Алматы облысында сотталды, Жамбылда сотталды, бірнеше адамда сотталды. Бұның барлығының үкімдеріне қарайтын болсаңыздар, сол кезде жаңағы айтып отқандай бейбіт митингіге арандатушылардың жіберілгендігін, сол арандатушыларды тоқтатуға тиісті құқық қорғау органдарының сатқындығы осылардың барлығының орын алғанын куәсі боласыздар. Енді бүгінгі мына біздердің осы баспасөз мәслихатына айтып отқан сот үкіміне келетін болсақ, бұл жерде енді осы жағдайды олар қатерге алмады. Олардың соттың үкімінде барлығы жаңағы сол митингке қатысқан адамдар, жаңағы сол барлығы бұл жерде кілең жаңағы террористер, экстремистер, кілең жаңағы қылмыскерлер, сондай мағынада сотқа дейінгі тергеуде де осылай өтті, и сотта да осылай өтті. Мен біздің ойымызша ол дұрыс емес, өйткені себебі қазір басқа да адвокаттар айтып кетеді, әсіресе Айдарханов бұл жөнінде сотта да өте тиянақты, бәріміз кәдімгі бейнематериалдарын көрсетіп отырып дәлелдеп берді. Өйткені сол әуежайға төрті күні әуежай өзінің бірқалыпты жұмысын жасап тұрды. Бесі күні әуежайдың сағат 4-те әуежайды қорғап тұрған әскерилерді жоғарыдан тапсырма келді, олар өздерінің жұмысын тастап кетіп қалды аэропортты қорғамай, әуежайды. Сосын сол жерде қызмет ететін жаңағы полиция қызметкерлері де қаруларын тастап, азаматтық формаға киіп кетіп қалды жұмыс орындарына. Әуежайдың күзетуге тиісті ішкі қауіпсіздік қызметкерлері де оларда да жаңа 50-60 қару-жарақ болды, оларда қару-жарақтарын тығып, өздері жұмыстарын тастап, эвакуация эвакуацияға олар да кетіп қалды. Әуежай сағат уже 4-5-терді 6-ларда әуежайдың жұмысы тоқтады да, әуежай ешқандай қараусыз қалды. Осы кезде сол 6-дан 7-ге жақын әуежайға 3 толқын келді. Бірінші толқын жаңағы айтып отқандай біздің азаматтар олар келіп, әрі қарай әуежайдың ар жағындағы самолеттер қонатын жақта орналасқан қазнавигацияның ғимаратына барып сол жерде жаңағы Россиядан келетін самолетті қондырман деген талап қойды. Бейбіт талапты қойып, олар жарты сағаттай сол жерде болып шыққанда, сол жарты сағаттың арасында екінші толқын келді де, ол сол екінші толқын аэропорттың әуежайдың ішінде бүкіл қиратып жұмыстарын жасады. Әуежайдың ішінде сырттағы көліктерді өртеді. Осы екінші толқын, сосын үшінші толқын олардың қиратып кеткен нәрселерді қайтадан тонау. Сөйтіп олар таңға дейін сондай жалғасты. Ал ана біздің азаматтар жаңағы сотталушылар, кім жаңағы Әйгерім Тілеужанова, Әйгерім мен Қалас, жаңағы Нұрпейісов Қалас. Олар сағат 6-да оларды жаңағы уақытша қамауға уақытысынан шығарды, өйткені олар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жаңағы Арон Атабектің садақасынан шығып келе жатқан үшін оларды 15 тәулікке қамаған. Содан оларды біреулер белгісіз біреулер шығарып жіберді.
сосын солар әуежайға келіп жаңағы Нұрпейісова кім Халас Нұрпейісов жаңағы қасындағы жаңағы Шилебаев, Дәлібаев тағы да 10 шақты азаматпен жаңағы әуежайдың самолетті қонатын жеріндегі қазнавигация мекемесіне қарай кетті. Сол жақта олар өздерінің жұмыстары, жаңа айтқан жұмыстарын жасады. Ал сол кезде Тілеужанова Айгерім болса 15 минутта бар болғаны. Сол әуежайдың ғимаратында отырды да, олда кейін кетіп қалды үйіне. Міне енді сол жаңағы ғимаратты қиратқан, өртеген адамдардың барлығы қазіргі кезде бостандыққа шығып кетті. Ал жаңағы соның ішінде жүріп тек бейбіт мақсатта барған жаңағы азаматтар, яғни жаңағы Тілеужанова Айгерімге 4 жыл берді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 272 бабының 1 тармағымен, яғни жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру үшін деген. Сосын екінші жаңағы қаласқа, Нұрпейісов қаласқа, сосын менің қорғауымдағы Шилебаев, Дәлібаевқа, сосын жаңағы Карменов деген азаматтарға, оларға сол 272-ның жаңағы 1 тармағымен Нұрпейісовке, біздердікіне 2 тармағымен, сосын ананда 269 бапты болып жаңағы әуежайдың ғимаратын басып алу деген, сол баппен оларға 8 жыл беріп жіберді. Ішінде жаңағы автокөліктерді жаңағы заңсыз айдап кету деген бапты да қосты. Сөйтіп оларға 8 жыл беріп жіберді. Яғни бұл үкім біздің жаңа адвокаттардың сенімді айта аламыз. Біздер бұл заңсыз үкім. Өйткені себебі жаңағы әуежайды тонауға, өртеуге бұл азаматтардың ешқандай да қатысы болған жоқ. Оны біз жайдан жай айтып отырған жоқпыз. Жаңағы айтқандай Айдарханов Нұрпейісов қаласының адвокаты сотта осыны кәдімгідей мына әуежайдың бейнематериалды, бейне баян түсіретін жаңа аппараттары арқылы түсірілген бейнелер арқылы толық дәлелдеп берді. Яғни өздерінің жаңағы Нұрпейісов қаласының, Тілеужанова Айгерімнің, жаңа менің қорғауымдағы азаматтардың қай уақытта кіргені, қай уақытта шыққаны, олардың естігені барлығы сол бейнебаянға түсіп қалған. Яғни олардың ештеңе өртенбегені, ештеңе қиратпағаны, олардың барлығы жаңағыдай дәлелденген, оны соттың өзінің де көзі жетті. Бірақ енді өкінішке орай осындай қылмыстық істерде, яғни жаңағы Тілеужанова Айгерім мен Нұрпейісов қаласының белсенді, саяси белсенді екендіктері енді соларды жаңа қалай да жазаға тарту үшін осындай қылмыстық істі жаңағындай заңсыз үкім шығарылды деп біз есептейміз. Сол үшін біз оған апелляциялық шағым келтірдік. Енді біздің апелляциялық шағымымыз 19 қыркүйек күні сағат 3-ке қалдырылды, 3-ке тағайындалды. Бірақ өкінішке орай қайтадан онлайн режимде, онлайн деген жаңағы сотқа бармай, үйінде отырып жаңағы мына немен ұялы телефонмен или компьютермен өткізу, яғни бұндай маңызды саяси істерді онлайн режимде өткізу, онда ешқандай негіз жоқ. Өйткені себебі қазір коронавирустың пандемиясы бітті. Барлық жерде соттар офлайн болып жатыр. Тіпті осы соттың бірінші сотты офлайн режимде өтті. Офлайн деген жаңа соттың залына барып, сотта судьялармен бетпе-бет отырып, соларға түсіндіріп айту. Біздер енді соны талап қойдық, сондай офлайн өткізсін деп. Бірақ енді әлі өкінішке орай бүгінгі таңға дейін біздің талабымыз жөнінде әлі айтылған жоқ. Офлайн бола ма, онлайн. Бірақ енді олардың айтысы бойынша онлайн деді. Біз бірақ оған қарсымыз. Енді қысқаша осы бүгін менің баспасөз мәслихатының несі айтылатын мәселе. Енді сізге беремін. Баспасөз мәслихаты 2 тілде өтеді, орысша, қазақша. Адвокат Айдарханова, адвокат Тілеужанова Айгерім. Как только что сказал адвокат Байжанов, 19 сентября нам объявили о том, что судебный процесс будет проходить в режиме онлайн. С чем мы полностью не согласны. По УПК заявление об участии, именно участие самих подсудимых, пишут сами подсудимые. Это было написано нами еще в августе месяце, как и ознакомление с материалами дела. Однако по сей день Тілеужанову еще не выводили, ее не ознакомили с материалами уголовного дела. В связи с чем также была направлена жалоба как в следственный изолятор, так и уже и в Алматинский городской суд. Это право Тілеужанова ознакомиться со всеми материалами дела, именно те, которые были уже рассмотрены в суде.
Нами направлены заявления о проведении в режиме офлайн, то есть в явочном порядке. Все адвокаты их подали, как и подсудимые сами. Считаем то, что нет необходимости проводить его в таком спешном порядке. Я думаю, глядя на приговор суда, сейчас хотят провести в режиме онлайн, чтобы не было каких-либо якобы несанкционированных митингов, как это было преподнесено уже в средствах массовой информации. Суд был открытым, никакой закрытой информации, никаких несовершеннолетних граждан там нет, поэтому мы будем требовать и просить провести в режиме явочном порядке. Апелляционные жалобы нами поданы, мы полностью не согласны с приговором суда. В приговоре суда отражена не та действительность, которая была на самом деле в суде. Огромное количество свидетелей, которые отказались от своих показаний, которые были даны в ходе досудебного расследования. Также не имеется ни одного подтверждения о том, что Нурпеисов и Евжанова имели какой-либо план, как они, находясь под административным арестом на Лобачевского с 3 января, могли организовать такого плана захвата. Никакого захвата не было, все шлагбаумы были открыты. Военные уехали. Более того, после приговора поступила информация о том, что 5 января всем сотрудникам, именно те, кто имеет на территории аэропорта свой бизнес, поступила информация не приходить 5 января на работу. То есть они уже заранее готовились к тому, что будут приходить люди на территорию аэропорта. Но однако ничего сделано со стороны руководства безопасности аэропорта, как и сотрудников, как и ОПА, в связи с чем мы в ходе своих прений перед приговором суда просили вынести частное постановление в отношении сотрудников авиационной безопасности, которые не выполнили свои прямые обязанности. И все свое бездействие сейчас хотят возложить на Лужанова, Муфлисова, Черепаева, Далибаева и Корнилова. С приговором полностью не согласны. И остальные все свои доводы мы будем отражать уже в ходе судебного заседания 19 числа. Передаем слово Залешку. Адвокат Садыков. Құрметті бүкіл ақпарат құралдарының өкілдері, осы біздің баспасөз мәслихатына қазір қатысып отырған Садыков Василий Жылқайдарұлы, ол адвокат Астанадан, Айгерім Тілеужанованың адвокаты болып, осы сотқа апелляция кезінде кіреді. Сондықтан қазір сөзді Василий Жылқайдар сізге берсек. Василий Жылқайдарович, слово вам, как адвокату, который вступает в процесс на стадии апелляции в защиту Айгерім Тілеужановой. Пожалуйста, слово вам. Скажите, пожалуйста. Василий Жылқайдарович, Что-то не слышно. У вас микрофон включен, нет снизу. Микрофон включите. Пока он будет подключаться, Интернетом, видимо, интернет очень плохой. Да, пока он будет подключаться, я буду говорить, если он подключится, я думаю, сразу присоединится. Надеюсь, он нас слышит. Я, как гражданин, как правозащитник, как человек, который не первый день занимается вопросами политики в стране, в этом процессе нахожусь в качестве поддерживающего Айгерім Тілеужанову. Почему? С Айгерім я познакомилась только в марте текущего года. До этого я ее не знала никогда. Просто когда все это случилось, я читала в средствах массовой информации, но ни разу не делала публикацию поддержки, потому что я не знала ситуации. Когда я в марте была здесь, у нас состоялась с ней встреча, я ознакомилась полностью с ее доводами, с ее слов. Затем я изучила полностью обвинительное заключение. Плюс я изучила все материалы средств массовой информации. А также я знаю теперь все видеоматериалы. Судебный процесс, они тоже были все уже публично оповещены. Я хочу официально заявить. Айгерім Тілеужанова и вместе с ней Халас и другие люди не могли быть организаторами
или участниками данного процесса. Для того, чтобы организовать такой процесс в аэропорту, это нужно не один, это нужно определенное время, и это нужны большие силы. Если казахстанские власти хотят сказать, что это молодая девушка, организатор, то я думаю, что все правоохранительные органы Республики Казахстан просто нужно отправить в отставку, если они вот такого организатора упустили. На самом деле Айгерим только 6-го вышла и узнала вообще о ситуации в стране. Она находилась в СИЗО. Это, кстати, совершенно другая ситуация за то, что она сходила на 40 дней Арона Атабека, диссидента, который умер после выхода из заключения. Она выразила свою гражданскую позицию. Выйдя на улицу, она не могла знать, что происходит в стране. Об этом мы не знаем. Я не знаю, кто-то если знал, что произойдет 6 числа и вот в этих днях Антара. Никто это не знал. 5 числа. Никто не знал. Это раз. Второе. Она журналист. И она очень любознательный, и плюс она справедливый, требующий справедливости, открытости человек. Она как журналист, конечно, она выехала сразу на площадь. Ей сказали, на площади уже самого час в аэропорту тут происходит. И она выехала, чтобы знать ситуацию на месте. Поэтому говорить о том, что она за какие-то там 18 чуть более минут сумела там все организовать, если власти Казахстана так считают, то я думаю, что это говорит о компетентности властей, о их профессиональном уровне. И третий довод – это Айгерим и все здесь с ней находящиеся люди, они не были в аэропорту, когда была 2-я и 3-я волна, в ходе которой эти беспорядки состоялись. Почему власти Казахстана не инициируют публичные рассмотрения как раз участников 2-й и 3-й волны? Почему все это ушло скрыто и только Айгерим несет ответственность? На мой взгляд, это ответ один. Нужно оправдать 20 тысяч террористов, которые якобы собираются прийти сюда. И все это списать на Айгерим. Я думаю, что то, что сегодня происходит в социальных сетях, поддержку Айгерим, это показатель. Казахстанское общество, не только я, не доверяет казахстанскому суду. Казахстанские большинство граждан считают решение суда незаконным, считают, что выводы, которые были с этим судом озвучены, и приговор, который сейчас состоялся, это все политически заказной суд. Ему нужен просто ответчик. А кто будет ответчиком, для них не важно. Поэтому я считаю, что допускать в Казахстане такой беспредел невозможно. И то, что сегодня адвокаты очень профессионально, доказывая, убедительно на первой инстанции показали невиновность этих людей, это факт, который наблюдали большинство казахстанцев. И на мой взгляд, я не доверяю городскому суду. Я думаю, что городской суд поддержит первую инстанцию. Но у меня есть определенная надежда, что на уровне Верховного суда ситуация поменяется. По крайней мере, я хочу в это верить. И поэтому я считаю, что все, кто верит в то, что все-таки можно добиться справедливости, должны сегодня объединиться и сделать все, чтобы безвинные люди были освобождены. Это первое. Второе. Я думаю, что в Казахстане все граждане за то, чтобы любые споры рассматривались в мирном порядке. А инициаторов, которые это допустили, или организаторов, их нужно искать среди тех, кто находился тогда во власти, кто борется за власть и кто, по сути дела, намерен остаться во власти. Поэтому безвинных граждан, которые никогда не занимали никаких постов на властном моменте, и которые, по сути дела, добивались только одного – свободы слова, свободу мирных собраний, отстаивали права, например, Айгерим отстаивала проблемы ипотечников, защищала интересы социально уязвимых слоев населения, пытаться тех, кто никогда не был во власти, и
не рвался на власть, а только требовал справедливости, за счет них оправдать свои незаконные действия, я думаю, это для власти Казахстана просто-напросто показатель, что, как всегда, хотят уйти от ответственности. Если в Казахстане действительно строится новый Казахстан, то тогда пусть новый Казахстан привлечет к ответственности весь старый во главе с основным ответчиком за старый Казахстан. Это первое. Я думаю, если мы говорим о новом Казахстане, то тогда пусть покажут справедливый, честный суд, на котором будет принято законное решение, и на котором безвинные люди будут публично освобождены. И пусть наконец начнут привлекать всех, кто допустил мародерство, кто допустил убийство безвинных людей, сколько погибло в этих перепалках во время Кантара, мы знаем. И пусть обеспечат безопасность в нашей стране. Власть, которая не может обеспечить безопасность собственным мирным гражданам, это власть, которая расписывается своей дееспособностью. Айгерим Тумжанова и ее коллеги, они коллеги, даже их так нельзя назвать, они друзья по несчастью, они просто попали в одно СИЗО, сидели вышли с одного СИЗО, друг друга путем не знают и проехали. Таким образом можно осудить любого гражданина этой страны. Поэтому вот это то, что мы говорим. И сегодня группа Лига женской солидарности ЖД, в которую в марте вошла Айгерим, группа женщин-лидеров, группа правозащитников, которые сейчас изучили приговор, изучили обвинительное заключение и сейчас готовят заключение для международных сообществ. Если не будет принято справедливое решение в Казахстане, мы заявляем, эта группа намерена довести это все до всех международных инстанций. Да, мы пока еще не входим в Совет Европы, да, пока сложно на этом международном уровне это добиваться, но под лежачий камень вода не течет. И это дело нужно вести до тех пор, пока оправдание состоится. История все равно расставит все по своим местам, пусть не сейчас, но все эти люди будут оправданы. Я в это свято верю. Спасибо. Если будут вопросы, я готова ответить. Там проблема, по-моему, с звуком у Василия Садыка. Может быть, ему по громкой связи набрать его? Да, Василий Жикадарович, это известный адвокат, который входил, Василий Жикадарович, это известный адвокат, который входил в несколько политических процессов и всегда до конца отстаивал интересы граждан. Сейчас я попытаюсь его присоединить. Василий Жикадарович перед судом дал полную консультацию Айгерим в контексте обвинительных заключений. Мы вместе проводили по Zoom эту конференцию. Мы дали основные доводы, как мы видим, и адвокаты Айнара, они справились, они очень хорошо сохранили на первой инстанции доказать. Но сейчас, видя, что нужно, чтобы побольше адвокатов приняло участие в этом процессе, и доводы адвокатов были убедительнее, и сила адвокатов прибавилась, Василий Жикадарович по согласованию с Айнар, они вместе продолжают этот процесс. Василий Жикадарович, если у вас есть что-то сказать, вы на громкой связи скажите. Микрофон. Я абсолютно с точки зрения правильно, очень, конечно, для нас профессионалов, с точки зрения правовой, оно не укладывается в рамки так называемого нашего логического понимания, именно что это так произошло. С точки зрения вот то, что политически, конечно же, безусловно согласен с тем, что сейчас говорят, потому что само по себе характер событий, тех, которые происходили, они абсолютно не подходят под меняемые действия по статье 272 Уголовного кодекса. Абсолютно не подходят. Если брать чистое право с точки зрения чистого уголовного права, без примесей политических каких-либо моментов любых, то здесь не должно быть уголовного дела, и Айгерим Тумжанова, Халас, Муфисов, по обстоятельствам, по которым я изучил, просмотрел, они не подлежат уголовной ответственности, потому что сами события, которые там происходили, да, действительно, если 19 часов 59 минут заходит, и 20 часов 18 минут
Айгерим Тылжанова уезжает, то какой она может быть организатором массовых беспорядков вообще, как бы, с точки зрения логики, с точки зрения вот этих вот и правовых моментов, когда нужно доказывать умысел, нужно доказывать объективную, субъективную сторону, объект и субъект, то все обстоятельства говорят о том, что именно, ну, я сейчас касаясь только личности нашей подзащитной, вместе с Айгерим Тылжанова, то здесь, безусловно, отсутствие состава уголовного правонарушения, то, что они изменили. Но не знаю как, если брать события, которые сложились на сегодняшний день, все возможно, но считаю, что в купе с теми вот правовыми моментами, которые я подготовил и, в общем-то, будем оглашать в судебном заседании апелляционной инстанции суда, городского суда Алматы, то возможность есть, ну, если, конечно же, ничто, никакие иные обстоятельства сюда не вмешаются, чистое право должно взять верх над всеми политическими обстоятельствами. Я считаю, что пока в таком ракурсе более подробно я все подготовил уже письменно и заявлю об этом на непосредственно заседании коллегии нового делам суда города Алматы. Пока такого... Спасибо, Василий Зукарович. Спасибо. Одним словом, если политический заказ будет исполняться до конца, то будет объяснительное решение поддержано апелляционной инстанции. Если все-таки голос разума восторжествует, я думаю, законное решение обязаны суды Казахстана принять, потому что нет преступления. Да, потому что приведет такие данные с точки зрения категории и практики уголовного права, и уголовного процесса, там будут моменты определенные, и они как бы, если чистые и свободные политические соображения, то должны, безусловно, оправдывать нашу подзащиту. Спасибо. Спасибо. Наш подзащитный и всех ее вместе находящихся лиц сегодня подставили. Да, также хочу добавить, что все еще продолжается гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры, где истцом является Тылжанова Екатерина Ракимбаевна, иск по защите чести и достоинства. Данный иск был принят в производстве еще в июне месяце. В июле месяце назначена экспертиза, которая до сих пор по каким-то странным обстоятельствам все еще не готова. Экспертиза все еще находится на стадии изготовления. И, конечно, мы с Айгерим полагаем, что это связано с тем, что пока приговор не вступит в законную силу. В любом случае, даже если приговор вступит в законную силу, та фраза, которая была сказана генеральным прокурором с трибуны парламента о том, что Тылжанова является членом запрещенной экстремистской организации, она не подлежит действительности. На тот момент мной были сделаны все запросы, где имеются ответы о том, что Тылжанова судимости, во-первых, не имела на 5 января, во-вторых, никакой запрещенной организации не состоит. Вот, из новостей. Также хочу добавить о том, что вот, и также у нас будет участвовать в качестве адвоката Жоспарова Гульнара Галина. Да. Теперь у Тылжановой 3 адвоката. Сосын бұл жерде тағы айта кететін мәселе бар. Бұл жаңағы осы қылмыстық іс бойынша сотталып жатқан менің қорғауымдағы жаңағы Шилебаев Ермұхамед пен Дәлібаев Нұрлан деген азаматтарды мысалға не үшін бұларды осы саяси мәні бар осы іске қосып соттады? Өйткен себебі олар тек қана 5 адам болып барған жоқ қой жаңағы қазнавигацияның ғимаратына. Ол жерге барды 10 адамдай болып барды, 15 адам болып барды. Енді солардың қалғандары қайда деген сұрақ болады ғой. Енді олардың барлығы қазір бостандықта. Олардың жаңағы айтып отырғандай Түркістан аудандық сотында олар жаңағы сол ғимаратқа кірген адамдардың жаңағы Шилебаев, Дәлібаев сияқты да кірген азаматтардың қарапайым азаматтар, таксистердің жаңағы қарапайым азаматтардың барлығын жаңағы шартты жазамен шығарып жіберді. Оларды мына екеуі соттаған себебі сотқа дейінгі тергеудің кезінде Дәлібаев пен жаңағы Шилебаевтен осы Қаласпен кімге Айгерімге қарсы не бер деген ғой, показания дейді ғой енді. Бер деген, жауап бер деген. Бұлар одан бас тартқан. Яғни олар екеуі де жаңағы сонда иманды азаматтар, бұлар айтқан жоқ, біз оларды жаңағы әсіресе мысалға жаңа Айгерім жөнінде
сол ұйымдастырды, соның айтқанымен жүрдік дегенге олар айтқан жоқ, оны біз көрген жоқпыз, танымаймыздар деген сияқты. Енді өкінішке орай жаңағы шартты жарамен шығып кеткен азаматтардың барлығы қастарында. Олар енді сондай жаңағындай сотқа дейінгі тергеудегі жаңағы заңсыз талапты орындап, олардың кейбір орындап сондай қарсы жаңа жауаптар берген. Бірақ та олардың көпшілігі, бір-екеуі болмаса, көпшілігі соттың үстінде өздерінің сотқа дейінгі берген жауаптарынан бас тартып, сотта олар айтты, Айгерім де бізге ешқандай тапсырма берген жоқ, Қалас та бізге ешқандай тапсырма берген жоқ, өздеріміз бардық, өздеріміз барып сол жерден шығып кеттік деп айтты. Міне осы енді осы екі азамат, олар просто қарапайым азаматтар, өмірде самолеттен ұшпаған адамдар. Олар даже аэропорттың ішінде ар жағына баруға болмайтынын да білмейді. Олар өйткені олардың ұғымында мына вокзалдағы сияқты пойызға барып мінеді ғой өздері барып. Сол сияқты самолетте де ар жағына кіріп шығып жүре беретін деп ойлаған. Олар білмейді де даже. Енді мына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде егер де жаңағы мысалға сот, қазір апелляциялық сот, енді ана аэропорттың қазнавигация ол қорғаудағы объекті, то есть жаңағындай спецобъекті дейді ғой, сондай объектіге кіруге болмайды дейтін болса, біздің заңда арнайы бап бар, 269 прима дейтін. Сол бап бойынша ол 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. А мына бап 8 жылдан басталады. 8 жылдан 15 жылға дейін. Екеуінің айырмашылығы өйткені себебі мына 269 ол әуежайды басып алу. Әуежайды басып алу дегенде әуежайға қарулы шабуыл жасап, әуежайды мысалға полициялар, ішкі қауіпсіздік қызметтері қорғап тұр дейікші. Олар солармен атысып, оларды жеңіп, аэропортты басып алып, соны ұстап отыру аэропортта. Өздерінің жаңағы басып алғанда мақсаттарына пайдаланып. Ал ана жаңа 269 прима деген ол не? Ол сондай қорғалатын объектіге заңсыз кіріп кету. Осы екі жерде үлкен мән жатыр. Егер де шынымен де енді бұл азаматтар білді, сол қорғалатын объект екенін, сонда да кірді десе, сол 269-дың прима дейінмен соттап, бұларды амнистияға салып жіберуге болатын еді. Өйткені бұлардың қазір амнистияға түспей тұрған себебі 269-шы бап ол террористік бап болып саналады. Сондықтан бұлар жаңағы айтып отырғандай амнистияға да түспейді. Сосын бұлар жаңағы негеде алқабилер дейді ғой, суд присяжных, солармен қарауға да жатпайды. Осыған олар сол үшін арнайы 269-шы бапты бұларға тақты. Сондықтан енді мына қалалық сот, менің ойымша, енді қалалық сотқа менде үлкен үмітім бар. Өйткені ол жердегі азаматтар енді заңды біледі, жақсы біледі. Олар енді сол 269 пен 269 прима дейіннің айырмашылығын біледі олар. Менің ойымша, сосын жаңа қайталап айтайын. Бұл жердегі жаңа Қалас пен Тілеужанованың, Айгерімнің, сосын менің қорғауымдағы азаматтардың жаңа заңсыз сотталғандығының бірден-бір дәлелі, ол дәлелді олар ешқайда жоқ қылып кете алмайды. Ол болашақта ол дәлелдемелер керек болады, ол бар. Ол ана бейнематериалдар. Айтып отырмын ғой, аэропорттың сыртынан бастап, іші, қазнавигацияның да іші, барлық жердегі болған, бұлардың даже қалай кірді, солай қалай кірді, қалай жүрді, ішінде не айтты, сосын ары қарай өткені, одан кейін жаңа неге барғаны, соның ішіндегі әңгімелер барлығы бейнебаянға түсіп қалған. Яғни бұл жерде дейтін жаңағы Қалас пен Айгерім қолдарына жаңағы қару алып, басып алуға басшы болды деп айтатындай, оларда ондай дәлелдемені айта алмайды. Өйткені себебі жаңа айтып отырғандай бейнебаян қалай аэропортқа олар аэропорттың аймағынан кірді, аэропорттың аймағынан шықты түгелдей. Жаңағы бір сағатта енді Қалас пен Шилебай, Дәлібаевта где-то бір жарты сағаттай болды, 40 минуттай, сол аэропорттың ішінде. Ал кім жаңағы Айгерім бір 15-20 минут болды. Сол уақыттың барлығы бейнебаянға толықтай түскен. Оны енді менің ойымша қалалық сот оған көзі жұмып қарай алмайды. Ал бірінші сотта
Ол судья да оның көзін жұма алмады, ол бәрін көрді, даже осы сотқа қатысып отқан, осында баспасөз мәслихатына қатысып отқан азаматтарды айтатын шығар, судьяның өзінің айтып отырғаны, сөйлеп отырғаны, енді біз 30 жыл бойы адвокат болып жүрміз ғой, судьяның қалай істі жүргізіп отқан эмоциясы, айтып отқан қанағаттандыруы, осының барлығы дәлелдейді. Соттың біздің айтқан дәлелдемелерімізге толықтай көздің жеткенін. Бірақ өкінішке орай өзін судья неге кеткенде шешім алуға кетеді ғой приговорға. Вот сол кезде не жағдай болды, қандай қысым болды. Ол жағдай енді бір ғана Құдайға белгілі, осы судьяға белгілі. Ол жерде менің ойымша бұл жерде саяси тапсырма болғанына енді бізде үлкен күмән бар. Өйткені себеп саяси тапсырма болмаса, жаңағындай бейне материалдарды қайталап айтамын, бейне материалдарда адамдардың кіргеннен шыққанына дейін тұрған жағдайда оларды аэропортта басып алушылар яғни басып алушы деген қарулы қарақшылар деген сөз ғой қазақша айтқанда. Қарулы қарақшылар деп айтуға ешқандай негіз жоқ бейнебаянда. Осыған байланысты менің ойымша апелляциялық алқада дұрыс заңды шешім алады деп сенеміз. Егер де ол жерде шешім алмайтын болса, онда енді ар жағында біздерге де енді айтуға негіз болады. Бұл жерде жаңағындай саяси тапсырыс қатты деп сондықтан жаңағындай жоғары сотқа шығып, жоғары сотта да ондай шешім алмайтын болса, онда жаңағындай халықаралық ұйымдарға шағымдануға, сол жаққа жаңағындай шығуға, өткен себебі бұл жерде ешқандай заңның үстемдігі жоқ. Бұл жерде тек қана саяси тапсырыс деп соны айтуға бізге негіз болады. Рахмет. Апелляция тек қана айыптау тарапына берді ме, или прокуратурада апелляция түсірді? Прокуратура тоже подала апелляцию. Они не согласны в той части о том, что тот ущерб, который просила потерпевшая сторона, в миллиардный ущерб, они просили это добавить. В этой части не только. В остальной части согласны. Сосын айтпеңіздер. Вот сол үшін прокуратураның сондай бергені жақсы болды негізінде, бізге былай қарағанда. Өйткені себебі ол ауырлататын жағдай. Ал қалай прокурор ауырлататын жағдайды бергенде, апелляциялық алқаға міндетті түрде сотталушыларды қатыстыру керек. Сондықтан біз офлайн өткізіп, сотталушыларды соттың залына алып келіп, сол жерде өткізу керек деп айтып жатырмыз қазір мәселені. Ол жаңағы прокурор егерде ондай талап қоймағанда, ұсыныс келтірмегенде, сотталушыларды сотқа алып келмеуі де мүмкін еді. Сұрақ? Бір момент айту керек. Как они материальный ущербті қалай сұрайды? Не Қалас, не Айгерім олар болған жоқ. Сол жерде бәрін тартқан кезде олар уже жоқ онда. А онда келген адамдар оны шақса, оларды неге жауапқа тартпайды? Не мәселе қайда? Келіп кеткен Айгерім 18 минут қана болған. 18 минут болған адамды 4 жылға соттайды да, а сол жерде бәрін шағып құртқан адамдарды біреуін жауапқа тартпайды. Прокуратура осыны неге дәлелдемейді? Бұл как раз прокуратураның бұған басқа төңіректен қараған. Олар өздеріне бір адамды дәлелдеген, бәр жауапты соған мойындатамыз деп өздері шешім қабылдаған, а негізгі әділдік соттың әділдігін, негізгі қауіптің төнген жағдайды нақты шешу үшін, келесіде осындай қауіп қасының үшін қазақстан болмау үшін іс-әрекет прокуратура бүгін жасап отырмыз деп айта алмаймыз. Ертең осындай бір нәрсе қайталанса, прокуратура тағы не істейді? Сондықтан өкінішке орай мына жағдайды прокуратураның ісін қолдауға болмайды деп өзім айтамын. Также хочу добавить, потому что адвокат Бажанов ушел, его подзащитный Шалибаев Далибаев, им меняет угон Toyota Hiace. Это служебная машина, которая по территории аэропорта передвигается. Нами было доказано, я нашла приговор Труксимского суда в отношении этих свидетелей, которые угнали Hiace. И в ходе допроса водитель Хайса подтвердил, да, был такой-то госномер, да, люди садились в машину. Получается, что имеется один автомобиль и два приговора суда.
такое не бывает. Судья сам задался вопросом и спрашивал прокурора, как так? Если уже имеется приговор суда по угнанной машине, почему вы меняете ее сейчас уже по другому делу? На этот вопрос нам ответили не дали. Да. И сумма этого хайса 288 миллионов. Нет, сумма хайса 12 миллионов, а 228 миллионов, там еще миллиарды есть, это упущенная выгода всех авиалиний, которые все эти дни не могли летать. И они решили посчитать, несмотря на указ президента, который с часу ночи 5 января вступил в силу, был обязательным для всех, что режим ЧП, нельзя передвигаться, закрыть передвижение. Несмотря на это, они решили взыскать упущенную выгоду с бедных подсудимых.